Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздерге дыбыс үндестігінің түрлері ілгерінді ықпал және кейінді ықпалды түсіндіргім келеді. Ілгерінді ықпал және кейінді ықпал дегеніміз бұл түбір мен қосымшадағы немесе сөз аралығындағы көрші дыбыстардың алдыңғысының кейінге немесе кейінгісінің алдыңғысына әсер етуі. Бірінші түрі ілгерінді ықпалды қарастырайық. Ілгерінді ықпал түбір мен қосымшадағы көрші дыбыстардың алдыңғы дыбыстың кейінгі дыбысқа әсері. Түбір ыдыс. Мысалы, ыдыс, күз, қала. Бұл әртүрлі дыбыстарға аяқталып тұр. Яғни, түбір әртүрлі дыбыстарға аяқталып, бірақ өзіне сай қосымшаны жалғаған кезде өзіне сай қосымшаны таңдайды. Яғни, бұл жерде ең маңызды дыбыстар бұл түбірдің соңғы дыбыстары болып табылады. Соларға сай қосымша жалғанады. Ал енді кейінді ықпалда бұл керісінше жүреді. Түбір ешқандай өзгеріссіз тұрады, бірақ қосымша арт жақтан келеді. Арт жақтан келіп, дыбысты өзгеріске ұшыратады. Мысалы, қалақ деген сөзге қосымша, дауыстыдан басталатын қосымшаны жалғаған кезде қ-ға өзгереді. Бесік деген сөзде к-ға өзгереді және мысалы п-ға өзгереді. Бұл көбінесе түбір мен қосымшадағы көрші дыбыстардың алдыңғысы кейінге, кейінгінің алдыңғысына әсер етуі осылайша ажыратылады. Ал енді сөз аралығындағы көрші дыбыстардың бір-біріне әсерін қарастырайық. Ілгерінді ықпал. Жиен деген бір түбір, құл деген екі түбір. Екі түбір біріккен кезде біріккен сөз жасалады. Яғни сол кезде н және қ дыбыстары. Н дыбысы қ дыбысына әсер етіп, жазған кезде жиен құл болып жазылғанымен, орфоэпия бойынша жиен құл деп айтамыз. Сол сияқты ала кел, алып бер, алып пер болады. Енді кейінді ықпал сөз аралығындағы көрші дыбыстардың әсерінен, мысалы, сөз тіркесі қара ала. Қара сөзіне ала сөзі тіркескен жағдайда айтылу бойынша қарала болып бір а түсіп қалады. Сол сияқты сарыағашта дәл солай бір амыз түсіп қалады. Сарыағаш деп айтылады. Бірақ орфография бойынша жазылуы сақталады. Бұл көбінесе түбір мен қосымшадағы көрші дыбыстардың және сөз аралығындағы көрші дыбыстардың көп жағдайда кездесетін жағдайлары осы. Ал енді жеке дыбыстардың бір-біріне әсері. Мысалы, ілгерінді ықпалда көбінесе егер сөз ш және с дыбысына аяқталып, оған с дыбысы қосылса, яғни б дыбысы қосылса, орфография бойынша жазылуы сақталғанымен, орфоэпия бойынша үшсін болып айтылады. Ал жүніспек болып айтылады. Яғни алдыңғы дыбыстың кейінгі дыбысқа өзгеріске ұшыратып, дыбыстар өзгереді. Ал кейінді ықпалда, егер сөз с және з дыбыстарына аяқталып, оған ш және ж дыбыстарынан басталатын қосымша, яғни немесе сөздер бірігіп қосылатын болса, онда екі ш өздеріңіз көріп тұрсыз, с плюс ш, з және плюс ж, екі ж болып, мысалы, жұмысшы, бозжігіт болып айтылады. Тағы бір айтып кететін жағдай, бұл егер сөз н дыбысына аяқталып, оған қосылатын сөз немесе қосымшалар к, қ, ғ, г дыбыстарынан басталса, онда н дыбысы ың болып естіледі. Мысалы, түнгі, бұрынғы. Ал соңғы жағдай бұл егер сөз н дыбысына аяқталып, бірақ оған қосылатын дыбыстар б және п дыбысынан басталса да, өзгерістерге ұшырайды. Мысалы, жанпейіс болып жазылады, бірақ айтылған кезде жанпейіс болады. Құрманбек болып жазылады, бірақ Құрманбек болып айтылады. Міне көбінесе ықпалда кездесетін жағдайлар осы. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.